Өздеріңізге мәлім, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Қазақстандағы барша мұсылмандық қауымға үндеу жасап, 2020 жылғы 18 мамырдан бастап еліміздегі барлық мешіттердің ашылатыны туралы хабарлады. Алайда бұл рұқсат етілген шаралар тек төтенше жағдаймен қатар карантин тәртібі де алынған өңірлерге байланысты екенін назарларыңызға салғым келеді. Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимі алынып тасталғанымен, кейбір аймақтарда эпидемиологиялық жағдай әлі де тұрақты емес. Оның ішінде Маңғыстау облысында дерттің таралуы бәсеңдемей отыр. Сол себепті облыста карантин тәртібі 25 мамырға дейін созылды. Сондықтан өңірдегі жағдайды ескере отырып, Маңғыстау облысында топ болып құлшылық ететін орындарды ашуға әлі ерте екені туралы хабарлағым келеді. Егер жағдай тұрақталса, 2020 жылдың 25 мамырынан бастап облыстағы барлық құлшылық ететін орындарды, оның ішінде мешіттер, шіркеулер, арнайы санитарлық талаптарды сақтай отырып ашылатынын хабарлаймын. Осыған байланысты облысымызда вирус індетінің таралу қаупін алдын алу мақсатында ораза айында карантин талаптарының бұзылуына жол бермеуге шақырамын.